Ассалаумалейкум достар, бүгінгі күнімізді әсемдейміз. 26 мамыр аят. Ол бергенін өзіне жасалған жақсылықтың қарымтасы деп бермейді. Қол ұзатқаны үшін ешкімнен сый-сияпатты күтпейді. Тек қана Раббысының разылығына қауышуды ғана көксейді. Хадис. Алла тағала тәубе етушінің тәубесін қабыл етеді. Дұға. О Алла тағалам, егер менің пешенеме бақыттылардың қатарына болуды жазған болсаң, мені ол жерде тұрақты ете көр. Ал егер бақытсыздардың қатарына жазған болсаң, онда мені олардың қатарынан өшіріп, жақсылардың қатарына жаса көр. Өткені сен қалағаныңды орындайсың, о Раббым. Халық даналығы. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Алла тағаланың 99 көркем есімдерінің бірі Алла. Оның Алла тағаланың бар екендігі және оның иләхи сипаттарын білдіретін есім. Раббымыздың ең ұлық есімі. Кім жаратушының осы әдемі есімін күніне 1000 рет қайталап зікір етсе, иманы берік болады. Зікір етіп болған соң, қолыңызды жайып, мына дұғаны оқысаңыз болады. Алла тағалам, осы көркем есімдеріңмен шексіз мейіріміңе арқа сүйеп сұраймын және өзіңе ғана жалбыранамын. Уа бүкіл тіршілік атаулының шынайы жаратушысы, түрлі кемшіліктерден пәк, барлық көркем есімдердің және барлық жаратылыстың жалбыранушысының иесі Алла, сен ұлықсың. Сенен басқа Құдай жоқ. Тек өзіңнен ғана жәрдем тілейміз. Бізді тозақ отынан сақтай көр. Әмин.